Барлықтан сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге модерн толқын. Я қайтадан Zoom подкаст қолға алуға шештім. Енді біздің бүгін қонақта проктолог хирург ағам десем де болады. Өмірзақ Нұрсұлтан мырза, қош келдіңіз. Біз бүгін осы подкастта сіздің қалай дәрігер болғандығыңыз және дәрігер саласынан оған дейінгі сіздің балалық шағыңыз, армандарыңыз, осы ортасына өміріңіздің ортасына келген кезде қалыптасып дәрігер болып қалыптасқаннан кейінгі жаңағы өміріңіз и осы хирургияны таңдаған жаңағы жолыңыздың бір қалай айтсам екен соны талқылаймыз және осы біздің қазекеңдердің ең андай больной әңгімелері бар ғой мынау геморрой дейді ғой, соны жеке жеке Салыстырып та. салыстырып талқылап Иә. соны соны сол тақырыптарға бір сіздермен бір әңгіме қозғағым келіп отыр. Нұреке, сіз жалпы осы хирургия мамандығына дейін мысалы жалпы осы уақытқа дейін сіз қалай келдіңіз? Кішігірім сіз жалпы сіз қай жақтансыз? Сол қызық болып тұр да. Мгм. Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Мәке, шақырғаныңызға рахмет. Жалпы медицинаға келу себебін деп тұрсыз ғой. И- Қалай ә, келдім? жоқ, сіз негізі қай қаланың тұлғасысыз? А, мен жалпы туылғаным ол оңтүстік қазақстан облысы, Шымкент қаласында туылып өскенмін. Ой, өзімізге. Мен сол жақта өсіп, 9 сыныпқа дейін Шымкент қаласында тұрдық, мектепте оқыдым. 9 сыныптан кейін отбасымен Алматы қаласына көшіп келдік. Оқуымды осында жалғастырып, Алматы қаласында мектепті бітіріп, сосын мен Қарағандыға оқуға түскен болатынмын. Қарағандыда оқу бітіріп жүріп Алматыға келдіңіз, иә, получается? Енді мен жалпы Қарағандыға бірден түскен жоқпын. Мен мектеп бітіргеннен кейін армияға кетіп қалдым. Бір жыл М. отан алдында борышымды өтеп, келіп, дайындалып, сол грантқа Қарағандыға түсіп, Қарағандыда оқып, 5 жыл. Одан кейін қайтадан Алматыға келіп, интернатурамды жалғастырдым. Алматыдан кейін қайтадан Қарағандыға барып, резидентураға түстім. Енді осы екі қаланың арасында оқуым өтті десем болады, студенттік өмірім. Вот. М. Оны бітіргеннен кейін енді ары қаратай осы Алматыда жұмысымды жалғастырдым. Мына медицинаның қазір мен өзім медик тұлғаларды жалпы өзімнің медик класстарым бар, группаластарым бар, таныстарым бар да, мен ол кісілерді кәдімгі тұлға ретінде көремін да, өйткені олар прям көздерін бастарын кітаптан көз ашпайды ғой. Конференция, Мгм. семинар, жеке внутренний жаңағы жиналыстағылар, тренингтар десе де болады. И олар үздіксіз дамиды да. И соның үздіксіз дамығандары маған солар шабыт береді. Енді сіз мысалы осы медицина жолына не әсер етті таңдауға? Жалпы осознанно келдіңіз ба? Или бір факт әсер етті ма? Енді медицинаға келу себебім, енді бала кезден доктор боламын деп армандадым деп айта алмаймын. Өйткені бала кезде әртүрлі мамандыққа қызықтық. Пилот болғым келді, ғарышкер болғым келді, бизнесмен болам дедім. Одан қалай өтсе президент болғым келем деді. Соңында енді медицинаға келу себебім, менің үлкен ағам өзі дәрігер. Бір сол 10-шы сыныпта, ол кезде мына 12-ші больницада қабылдау бөлімінде хирург болып жұмыс жасайтын. Бір себептермен келіп, сол ағамды хирургиямен, халатпен, ақ халатпен жүрген кезінде маған қатты әсер қалдырды да. Сол кезден бастап мен осы медицинаға келем деген шешім басталды. Вот. Одан кейін бастап мен соған жұмыс жасадым, уже биология таңдап, ент тапсыратын кезде. Сонымен осы медицинаға келу себебім де сол ағамның түрткісі болды десем де болады. М, мынау таңдаған кезде осы бағытты бір не болды ма? Үрей болды ма? Ой, қалай бұл жауапкершілікті аламын деген сияқты. Потому что енді қазір мен өзім больницаға жатып шыққан адам мысалға деймін да.
барлығы енді врачқа көрінсе көрінеді ғой ауырғанның өзінде де, и ол үлкен жауапкершілікті керек етеді да енді адам баласының өмірін сақтап Мгм. қалу үшін немесе емдеу үшін. И сол сондай бір жауапкершілік немесе жаңағы өзіңізді қалай жеңіп осы, қалай айтсам екен, салаға келу иә себебін ба? келу себеп бір таңдаған бір Қорқыныш қорқыныш болды болды ма? ма Иә жоқ иә па? иә. Мгм. Үлкен жауапкершілік, дұрыс айтасың кейден. Бұл оңай емес, үлкен жауапкершілік. Бұл адамның өмірі, адамның денсаулығы. Бірақ түскен кезде оны ешкім, көп адам түсіне бермес деп ойлаймын. Өйткені біз енді оқуға түскен кезде студентпіз, жаспыз. Біздің ойымызда тек адамды емдеу, ал түпкі жағын түсіне бермейтінбіз. Оны уақыт өте келе түсінеміз. Уақыт өте келе және уже енді бакалавриаттан кейін интернатура деген болады бізде. Интернатурада кішкене уже жауапкершілік арта береді, науқаспен тікелей жұмыс жасаймыз. Сол кезден бастап, иә, әрине болды уайым. Ал дәрігер болып, сенің фамилияң анау жасаған операцияның документтеріне енген кезде, ол кезде бөлек сезім, бөлек жауапкершілік, бөлек қорқыныш деп айтсам да болады. Бірақ енді тәжірибе күннен күнге, жылдан жылға жүре келе оның бәрі қалады артта. Сол себепті енді ол көп адамның басына келетін жағдай деп ойлаймын. Ол сол менде де болды ондай. Иә, қорқыныш та М. сол қалай болады, адамның өмірін арашалап алу деген оңай емес. Сол себепті иә, ол кезеңнен өттік десем де болады. мынау негізі мына общий медицина сіздер оқыған кезде бөлек таңдамайсыздар ма, иә? И сол кезде Иә, дұрыс қой, иә. И мен дұрыс білмеймін да, медицина туралы хабарым болмағаннан кейін сұрап отқанмын ғой. Иә жоқ, дұрыс иә, бізде толықтырып, иә бесінші курсқа дейін жалпы медицина болып иә. есептеледі. Аха, Барлығымыз бірге оқимыз бүкіл пәнді. Бесінші курстан кейін уже бөлінеміз. Біздің кезімізде енді хирургия, гинекология, врач общей практики деп бөлінетін. осы хирург. Сол салада мен енді о бастан мен түскен кезден бастап хирург боламын деп А, ойлайтынмын. аха, Мен ол кезде біліп қойдым. Өйткені менің қасымдағы жаңағы одногруппниктерім мына мамандық таңдасам қалай болады, терапевт болсам қалай болады, гинеколог болсам қалай болады деп ойланатын. аха. Мен көп өйтіп ойланбайтынмын. Мен хирургияға барамын деп сол кезден айтатынмын. Сонымен қазір енді хирург проктолог болған себебім де осы. М, енді проктолог болу жалпы психология тұрғыдан қиын ба негізі? Басқа мысалы неге салыстырмалы түрде мамандықтарға Басқа қарағанда? маман, Иә иә. басқа дәрігерлерден ба? Иә, әрине оңай емес. Неге десеңіз, мен енді проктологияға дейін бірнеше жыл хирургияда жұмыс жасадым. Бұл енді проктология деген өзіңіз білесіз қандай ауруларды емдейтініміз, иә. Ол Иә иә. жерде көп адам ұят деген бар Иә иә. бізде бар, көрсеткісі келмейді. Ол деген кәдімгі хирург сияқты мен енді барып ішін ұстап диагнозды қоймаймын, Иә. немесе лор дәрігері сияқты барып құлағын қарап диагноз қоймаймын. Бұл жерде ол кісіні бірінші жатқыза салып көрмеймін, қабылдауға келеді. Мгм. Ол кісімен бірінші сөйлесіп, енді бұны сеніміне кіріп, ол адам ашылғаннан кейін барып біз осмотр жасаймыз. Соның өзі ол, конечно, үлкен жұмыс. Иә Ол иә. бір Мен өз есте салу деген мен өз басымнан оңай айтайын, болған иә. жоқ. Иә, адамдар не себепті ұзақ уақыт келмей жүреді? Одан қорқады, ұялады. Вот. Сол себепті оны қарамастан бұрын бірінші біз сөйлесеміз, пациентпен біраз әңгімелесеміз, содан кейін барып сол поэтапно Ж- көреміз. жылы жылы сөйлесе жылы әнінен шығады деген сияқты ғой. Иә, иә мысалы мен өзім сізде қаралым тазасын айтайын. Мен басында қорықтым, қалай болады, не болады. Сосын через досым, әріптесім арқылы естідім. Өзінде де сондай жаңағы диагноз болды. И мен сол сізге диагнозбен келдім. И енді бізде мына қазекеңдер ұялады ғой, тазасы. Именно осы геморройға келетін болсақ. Ал енді осы тақырыпқа келетін болсақ, неге біздің
қазекеңдер былай енді табу ретінде қабылдайды да бұл ауруды ше, как будто бір құдай сақтасын жаман ауру сияқты бір, бірақ жаман аурудың сияқты да ешқандай несі жоқ та бұл. Барасың, мен өз басымнан айтып берейін, мысалы қалай көрдім, келдім сізге. О диагностикаға келдім, көрдіңіз, сөйлестіңіз, полный жаңағы обследованиені айттыңыз, от А до Я көреміз, тексереміз, сосын операцияға дейінгі және кейінгі моменттерін айттыңыз. Одан операцияға кейінгі мысалы жаңа пробелдер бар, который ай сайын үзбей қаратылып тұратын, иә, иә, и иә. сол моменттерді Шақырту. айттыңыз. И маған сіздің жаңа профессионализміңіз ұнады да. И Мгм. білдім, что енді әріптесіміз операция жасағаннан кейін ол уже нормально болып өмір сүріп жатқаннан кейін, демек осы кісі өзінің жұмысына енді бір сөзбен кепіл бере алады деп келдім. И Мгм. мендегі сұрақ осы: неге біздің қазекеңдер ұзақ бір не істейді, Тұра күттіріп өз алмайды. өзін, бір ана өлген кезде ғана скорый шақырасың ғой. Иә. Сол кезде ғана келеді да ше. Ал бірақ не істемейді, заранее келіп тексеріліп операциясын жасап ушығып кеткенде келеді да. Енді мәке қараңыз. Ә, бұл енді бізге ұят. Қазір ұят денсаулықтан бірінші орынға қойған. Бұл бір жағы дұрыс та емес. Өйткені келсеңіз, ол дәрігерге, сол мамандыққа келу керек. Бірінші адам психологиялық тұрғыда дайындалу керек, эмоционалды жағынан дайындалу керек баратын мамандыққа. Сол себепті көп адамдар ұят ұят деп асқынған кезде келеді. Сол оңай емделетін немесе дәрі-дәрмекпен емделетін кезден өтіп келеді, сол ұяттың әсерінен. Сөйтіп созып жүреді. Ол көбінесе айтайын сізге, былай 30-дан асқан кісілер көбіне сондай. Қазіргі жастар, мына зумер деп айтамыз ғой, Иә. зумер дейміз, бірақ ол жастар более ответственный несіне, денсаулығына. Өйткені солар ерте кезден келеді. Менің тәжірибемнен байқауым бойынша сол кісілер, одан кейін әйел кісілер. Енді қан көрсе де сразу жүгіріп келеді әйел кісілер. Осындай болып қарайсың. Бірінші саты, мысалы геморройдың 4 саты болатын болса, соның бірінші, екінші сатысында келеді. Ол Мгм. кезде ем оңай. Қазір Мгм. енді бұрынғыдай немесе стационардағыдай енді үлкен қылып кесіп жасай бермейміз. Бізде әртүрлі малоинвазивный методтар бар. Ал малоинвазивный метод тек начальный стадияда жақсы көмектеседі, бастапқы сатысында. Мгм. Сол себепті біз науқастарға айтатынымыз, ерте кезде келгендеріңіз дұрыс. Ол жақта, может, біз операция жасамаймыз, консервативно емделеді, немесе операция болған күнде де тек лазермен немесе жаңағыдай малоинвазивный методпен жасап шығуға болады. Вот. Мгм. Сол үшін оны кешіктіруге болмайды. Ол тек проктология жағынан ғана емес, ол бүкіл ауру. Ол деген сигнал ғой, былайша айтқанда организм бекер бермейді ол сигналды. Сигнал берді ма, қай жеріне, жүрегің шаншыды ма, жоқ, одышка көп бола ма, значит, кардиологқа баруың керек, ертерек емделуің керек, ертең Мгм. инфаркт миокард ұстап қалмайтындай. Тура сол сияқты геморройда егер кішкене қанап бастады ма, жоқ, бір дискомфорт сездің ба, проктолог маманына бар. Ол қанның причинасы, мысалы геморройдан бөлек бірнеше аурудан болады. Ол ішкі воспалительный заболевание кишечника дейміз, ішектің қабыну ауруларынан болуы мүмкін, Ага. полип отыруы мүмкін. Ол қорқынышты ауру рактан болуы мүмкін қан. Ол геморройдан болуы мүмкін. Геморройдың даже бірінші сатысында да, төртінші сатысында да қанайды, любой сатысында. Сол себепті бұл неге қанады, соның причинасын білу үшін в любом случае келген жақсы қабылдау. Енді геморройдың өзін жалпы осыған келсек, не ол неден пайда болады? Осы геморройдың осы сатылары бар ғой енді, төрт кезеңі. И сол Ага. төрт кезеңнің өздерінің соның стадияларының емі қалай жүреді? И көбінесе адамдар, енді жиі келетін адамдар қай стадияда келеді сізге мысалы? Мгм. Ә, Геморрой ең негізгі жиі келетін, жалпы геморройдың төрт сатысы болады. Мгм. Төрт сатысы болады. Ол сатысына неге бөлеміз? Оның өйткені бір геморрой шыққаннан кейін ол бір орында қалмайды.
ол әрдайым өсіп отырады, сол себепті бөлінеді. Екіншіден, осы сатысына байланысты біз ем тағайындаймыз. Ол консервативті ем болуы мүмкін, ол жаңағы малоинвазивный деп жатырмыз ғой, жеңіл желпі ем болуы мүмкін, немесе үлкен хирургиялық радикальды операция болуы мүмкін. Сол себепті біз стадияға бөлеміз. Оны қалай сеземіз? Мысалы, бірінші сатысында даже кейде болады, пациенттер білмей де жүруі мүмкін. Кейде қанап келген кезде айтамын, трещинамен келген кезде айтамын, бұл қаныңыз, бұл трещинаңыз сізге сигнал проктологқа кел деген. Өйткені сіз оны білмей жүруіңіз мүмкін еді деп. Аха. Екінші сатысында болады, бір чувство неполного опорожнения дейміз бе, үлкен дәрет тұрған сияқты болады, немесе үлкен дәрет толық шықпаған сияқты сезімдер болады, немесе жаңа сумен жуған кезде кішкене ісініп тұрады. Осы екінші сатысында ол обострация еткенде ауырады. Үшінші сатысында пациенттер келеді, жаңағы үлкен дәретке шыққаннан кейін ішкі түйінім шығып кетеді дейді. Шығып кеткеннен кейін ол кісілер не істейді? Ішіне қарай салып қояды саусақпен итеріп. Ол уже автоматты түрде А. үшінші сатысына ауысады. Ал төртінші саты ол ең соңғы сатысы. Мгм. Төртінші сатысында салады, ол салынбауы мүмкін бір. Екіншіден, салған күнде де жүріп келе жатып түсіп кетеді. Ол үлкен дәретсіз уже. Немесе ауыр зат көтерілсе шығып Мгм. кетеді. Ол кісілер не істейді? Бір ешкім жоқ жерді іздейді, барып ішіне салып қояды. Маған бір пациент келген, Аха. екі пациентті мысал қылып келтірейін, төртінші сатылы геморроймен маған келіп айтады, балам, мен 15 жыл үлкен дәреттен кейін 15-20 минут әр геморройлық түйінімді жуам дейді. Сенесіз ба? Шығып кеткен ба сонда? Былай Шығып кетеді дейді. ет шығып кеткен ба сонда? Иә, түйін шығып кетеді. Түйін А. шығып кетеді, сол кісі айтады, мен әр узелімді жуып отырам дейді. Ну, неге келмедіңіз, неге ана геморройды енді емдеп алып тастамадыңыз десем, ол білмессіздік, дәрігерге келмеген ол кісі сол үшін білмейді. Ол айтады, жас өте келе, жас ұлғая келе осындай болады деп ойладым мен әр адамда дейді. Аха. Оның операциясын жасағаннан кейін ол кісі маған рахметін айтып, мынау не деген өмір, мен екінші рет өмірге келгендей болдым ғой деп айтқан. Бір кісі бар, ол кісі айтады, мен анау аяғым бауырым байлағандай боламын дейді, далада кетіп бара жатып, сөйтіп отырып өкшеммен кіргізіп қоямын ішіне дейді, түскен узелді, түсіндіңіз ба? А. Сол дәрежеге дейін, енді көріп отырсың оқиден қандай жағдайға дейін адамдар жүре беретін. Иә, иә. Сіз айтасыз, ол даже ұялған былай тұрсын, ол вообще бармаймын деп ойлайды. Көп адам жаңа қанап, ауырып, қиналған кезде келеді да. Иә. Кеш болған кезде келуге болмайды. Сол себепті енді сіз сұрап отырсыз ғой, қай сатыда көп келеді. Иә, Енді көп. мен былай айтайын, енді біздегі менталитетке отырмыз ғой, 35-тен былай қарай көп кісілер, олар жаңағыдай көбінесе асынған кезде келеді. Ал геморрой ол үлкендерде ғана болады деген нәрсе емес. Геморройдың жасы жоқ. Ол 13-14 жасар балаларда да болады. Үшінші сатылы геморроймен келеді, оларға да операция жасаймыз. Олар Мысалы, қалай асқындырып алады? Енді жас қой олар, ауыр вот, көтеріп олар келеді. қалай асқындырады? Енді ол 14-15 жас бала келгеннен кейін ата-анасыз қабылдамаймыз ғой, ата-анасымен кіреді. Иә. Сөйтіп ата-анасына сұраймыз. Жалпы үйде қалай өзін ұстайды, не істейді, не қояды. Айтатындары, таңертеңнен кешке дейін компьютер ойнайды. А. Ол бір дәретханаға кіреді да Иә. шықпайды. Иә. Жарты сағат, бір сағат жоқ болып кетеді, телефонын алып кіреді, тикток деген қазір жақсы болды. Тиктокта отырады дейді. Одан қалай берсе жейтіні пицца, бургер, то есть ұнды тағамдарды, соны алып жейді, іші қатады. Іші қатқан кейін ол запорға алып келеді, күшенеді. Сонымен жас балалар келеді. Вот. Былай енді көбінесе осы сатылы геморрой келеді деп айта алмаймын, өйткені барлық сатыда да келеді. Бұл жерде көбінесе обращаться ететін адамдар жастар. Мен жаңа айтып өттім ғой, Мгм. қабылдап келетіндер, жаңағы зумерлер деп айтып жатырмын ғой. Енді солай қазір бөлетін болдық қой, миллениалы, Иә. зумер. Сол 2000-нан былай қарай жастар көбінесе келеді. Ол молодец, молодцы, ол деген жақсы, өйткені ерте сатысында мен емін жіберіп жасаймын. Одан как минимум мен оларға түсіндіремін, қалай өз-өзін ұстау керек, қандай профилактика жасау керек, чтобы кейін үшінші, төртінші сатыға ұласып кетпейтіндей, иә. Вот, сол тұрғыда ол өте жақсы да. Мен
сізге келген кезде сіз айттыңыз, то есть сіздің жасайтын жаңа процедураңыз местный наркоз бойынша, дұрыс па? Иә, иә иә местный деді. Мен мысалы мен қорықтым да, ол қалай болатынын. И сол қорыққаннан сізден сұрадым. Ә, полный наркоз бола ма деп. Сосын сіз айттыңыз. Полный наркоз болған кезде ә, бүкіл дене босайды. Ал ол кезде енді операция жасайтын кезде ішіндегі ана кишечникті ма бір нәрсені шығарып барып тілеміз деп тілінеді деп айттыңыз ғой. То есть бұл енді как будто бы маған бір бұрынғы емдеу тәсілі болып көрінді да. Ал мынау лазер деген мен үшін бір новый нәрсе болды ғой. Имеется в виду, мен айтқым келгені қазіргі емдеу әдістері мен бұрынғы емдеу әдістері сол салыстырмалы түрде қалай технология алдыға жүрді, и сізге ол э, жұмысыңызды қаншалықты жеңілдетті. мынандай мұхиддин, қазіргі енді бұрынғы деп айтпасақ та қазір көп жерде даже геморройды осы енді бұл по миллиганым органы деп атаймыз авторымен, жаңағы геморройдты не үлкен қылып кесіп алып тастау. Бұл метод енді бұрына ол өте керемет метод, бірақ өзінің жаңағыдай қатты ауыратыны болмаса немесе үлкен больницада жатып емделеді, оны сразу үйіне жібере алмаймыз. Сол себепті ол қиын ретінде саналады да. Қазір бізде проктологияда осы жаңа методтер қалай келді? Қалай біз хирургиядан жай бөліне бастап проктология жеке узкий специальность болып ше, сол кезден барып бұл дамыды десем болады. Өйткені бұрынғы кезде қалай хирург, іш құрылысын жасайтын хирург, общий хирург, ол геморройды жасайды, ол анализ ВИЧ-ті де жасайды, ол ішті де жасайды. Енді былайша айтқан кезде бір ғана жерді жасамайды да, түсіндіңіз бе? Аха. Іш құрылысын жасайды, ол мысалы айына 3-4 операция жасауы мүмкін. 3-4 операция жасауы мүмкін тек геморройға. Ал проктолог маманы айына 300-400 операция жасайды, мысалы түрде айтқан кезде. Түсіндіңіз бе? Иә, Сонда иә. сен қанша анау Джетлидің ба, Джеки Чанның ба айтқан бір сөзі бар ғой. Мгм. 10 жыл бойы бір ударды ұра берсең, сен соның маманы болып шығасың деп ше. Тура сол сияқты да бұл мысалы. Мгм. Сол себепті енді біз бір областы істегеннен кейін оған біз ойланамыз, басқа методтарды алып келеміз. Енді жаңа методтер ол дамудың арқасында келіп жатқан методтарды, малоинвазивный деген. Мысалы операциялық түрмен жасамайтын геморройды алуға болады. Ол лигирование деген латексный полис. Резинаны алып саласың ішкі узелға, ол түсіп қалады. Ол да керемет метод. Оны жасайды да адам жұмысына кете береді. Клиникаға келеді, Мгм. жасап, ары қарай жұмысына барса болады. М. Операция обеденного перерыва деп атаймыз. Сол обедте келіп жасап кететін операция. Сенесіз ба? Геморройды сөйтіп емдейміз қазір. Екінші саты бар. А, Немесе лазер. Немесе даже препарат салып мгм. геморройды алып тастауға болады. Енді әрине ол үшінші, төртінші сатысы болмаса, екінші сатысында уколмен қазір склеротерапия деген әдістеріміз бар. Аха. Қанап жатқан геморройға саламыз, ол 2 аптада анау ішіндегі венозный сплетение шіріп жоқ болып кетеді. Өз өзімен жоқ Өз- болып кете ма или түсе ма ол? түседі ғой ол. М. Вот. Лигирование ол да сондай. Узелға саласың, ішкі узелға резинаны. Қан бармайды мына узелға, сөйтеді да ол бір 7-8 суткіде бұл түсіп қалады. Орны жазылады да екінші узелға келеді. 2 аптада бір рет келіп тұрады, бір 2 рет, 3 рет келеді, сонымен геморройға да геморроймен жасап шығуға болады. Вот. Әдемі, әдемі. Қазір осындай керемет методтер бар. Одан кейін дезартеризация деген, ол да қазір миллиган орган деп жатыр ғой, жаңағы үлкен операция, соның орнын басушы операция деп айтсам болады. Өзіңіз білесіз ғой, өзіңізге сол дезартеризация методын, Халлерар методын жасаған лазермен Аха. комбинированный. Вот. Ол жақта біз сосудты сол күйінде байлап кетеміз да, Мгм. байлап түсіп жатқан узелді жоғары қарай тартып тастаймыз, и одан кейін қалған узелді лазермен күйдіріп шығамыз. Операцияның уақыты 30-40 минутта. Иә, иә. Сағаттан кейін есіңізде болса үйіңізге қайтқансыз. Иә. Вот. Ол да сондай бір жақсы әдістердің түрі.
одан кейін ауырсыну аз. Енді әрине келіп тұрады арасында маған пациент. Енді көп жерде жасап үйіне қарай жіберіп береді, бірақ біздің ұстанымымыз басқаша клиникамызда. Біз енді пациентпен бір жылға дейін байланыста боламыз керек десеңіз. Өйткені жасап 3 апта дегеніміз ол жаңағы жарасының жазылуына дейін біздің қарауымызда болады. 3 аптадан кейін, 2 айдан кейін бір келеді қараймыз, 6 айдан кейін бір келеді қараймыз, 1 жылдан кейін бір келеді, қарап динамикада ұстап отырамыз. Түсіндіңіз ғой? Иә. Ол пациент бізде әрдайым бақылауда болады да. Я мен өзім сізге жаздым ғой кәдімгі андай сос болған моменттерде. Иә, иә, Ауырып иә. жатыр, қатты бүйтіп қойдым, сөйтіп қойдым, қалай болады, не Иә, болады деп. ол біз телефон номерін беремін, мен әр пациентке беремін. Любой уақытта енді көбінесе сол үлкен дәретке шыққан кезде есіне Аха. алатын шығар енді. Иә, иә, Сол иә. бірінші тәуліктерде болады. Енді дискомфорт болады, ондай бір ауырсыну деп айта алмаймын. Дискомфорт болады, ол кезде мен жаңағы пациентке не істеу керек екенін айтып отырамын. Мен Солай сіздің рилстарыңызды қарадым, жаңағы алтын медикустың ішінің сайттарының жаңағы тәжірибелеріңізді қарадым. Сосын тугистан отзывтарыңызды полный оқып зерттедім. Енді жүріп. инстаграмда сіз 24/7 байланыстамыз деп бір рилс түсіргенсіз, андай юмористический. Мен мысалы өзім сізге бір кештетіп осындай 9-10 кезінде жазған кездерім болды. енді сізде мысалы пациент 24/7 бақылауда жаңағы дистанционно консультация бересіз ғой, не в любом случае, чтобы ертең Иә, ушықтырмас үшін ертең по-любому келесіз, көрінесіз, иә, сол кезде айтып беремін деп, пока осындай осындай істеңіз деп. Енді пациент түннің бір уақытында сіз 42-ші түсіңізде көріп отырсыз, соны былай сол моменттерді айтып бере аласыз ба? Имеется в виду түнде звондап ойбай болмай мазалаған. жатыр деп, иә, Мгм. деген моменттер болды ма сізде? Мәке, мен керек десеңіз, қатты ауырсынып жатса, мен даже түнде тұрып клиникаға келуге де тұрамын да. Ода тұрған ештеңе жоқ мен үшін. Егер Мгм. мен енді жалпы өзім ойымды айтатын болсам, мен пациент келді, операциясын жасаған күннен бастап, мен ол пациентті жауапкершілік менің мойнымда да. Иә. Менің мойнымда. Өйткені менің жасаған методымды ол барып басқа дәрігерге көрсетсе, мен А. ол түсінбеуі мүмкін ол жерде не болып жатқанын. Мгм. Ол ойлауы мүмкін, ол бір қандай да бір қабыну процесі болып жатыр деп ол ойлауы мүмкін. Немесе анау лазердің тесігін, сыртқы тесігін ол ойлауы мүмкін, бір мынау не, мынау свиш па деп ойлап қалуы мүмкін, мысалы үшін. Мгм. Сол себепті мен пациентімді келген пациентке даже операция жасамай тұрып айтамын: 30 күн сіз менің қарауымда боласыз деп. Иә. 1 ай бойы менің қарауымда боласыз. Либо кез келген уақытта звондайсыз, сұрақтар болса, ешкімнен сұрамайсыз, тек өзімнен сұрайсыз. Ауырсынды ма, айтыңыз. Жейтін тамағыңызды маған жіберіңіз. Мгм. Сол себепті мен енді ол пациентпен келісіп алғаннан кейін, ол кісі маған түнде звондап, түнде жазып тұрса, мен үшін ол проблема емес, мен жауап беремін одан. М. Пациентке оның өзі енді мынау нәзік аймақ қой. Нәзік аймақ, оның өзінде, пациенттің өзінде уже стресс, белгілі бір стрессте Иә, жүреді. иә, мен өз Дұрыс па? басымнан айта аламын. Иә, енді пациент маған жазады да, мен жауап берсем, ол успокоиться етеді пациент. Ол кәдімгідей психологиялық тұрғыда оны мен басам, М. жаңағыдай проблемасын шешем, былайша айтқанда. Ауырсынып жатыр, мынау көмектеспесе, мен айтамын, альтернатива мына дәрі бар, осыны қабылдаңыз деймін, ол көмектеседі. А оны менен басқа кімнен сұрайды? Ешкім. Ешкім жоқ. Иә. Ешкім жауап бермейді. Сол себепті онда тұрған вообще проблема жоқ. Мен қанша жыл болды проктологияда жүргеніме, Мгм. сол кезде бастағаннан солай бастадым. Енді жаңа айтып отырмын ғой, үлкен ағам хирургияда болды, соның артынан келдім. Ол кісінің өзі кейін проктологияға барып, проктологияға тартты. Проктологияда біраз осы операциясы болсын, емі болсын, қалай жүргізіледі, енді бұл хирургиямен салыстырғанда кішкене басқаша область. Сол кісінің маған берген сабағы өте көп та. Сол кезде мені солай қалыптастырған. Мгм. Менің үлкен ағам да солай науқастармен жұмыс жасаған.
солай қалыптастырған, сол қалыптасқан күйінде мен әлі сол кісінің үйреткені бойынша ұстанамын. енді мына проктология деп жатырмық қой. Мен тугистан оқыдым. Именно қателеспесем сізге бір ыыы жаңағы қалай айтсам екен, клиент па? Пациент. Пациент, иә, иә. кешіріңіз. Пациент кепті и жазыпты да. Дерматологпен жаңағы сізбен сосын дерматолог дәрігермен бірігіп ем тағайындап берді. Иә. Сол кейс туралы айта аласыз ба? Яғни сіз дерматолог пен проктологияның жаңағы енді қалай айтсам екен, интеграциясы дейді ғой бір сөзбен біздің тілмен айтқан кезде екеуі бірге Аха. Сіз бірге ол емдеп жатырсыз екенсіз. Ол Иә. қандай диагноз сонда бірге емдейтіндей? Енді қараңыз, проктология аймағында одан бөлек инфекциялық ауру болуы мүмкін, проктологиямен бірге жүретін. Мхм. Дерматологиялық ауру болуы мүмкін, гастроэнтерологтың жүргізетін ауру болуы мүмкін. Осы мамандықтар бізде өте жақын бірге жүргізетін көптеген диагноздар бар да. Ол кезде, наверное, енді геморрой плюс жаңа терісінде өзгерістер болуы мүмкін да. Мен ол кезде бізде енді клиникамызда дерматолог бар, өте білікті маман. Көбінесе ол кісімен бірге жұмыс жасаймын. Мгм. Маған келіп тұрған консультация алып дерматологтан. Енді ол геморроймен немесе жаңағы дерматология жағымен келген пациентті геморройында дерматологиялық ауруында бірге емдеп жібереміз пациентті. Сол тұрғыда ол өте ыңғайлы. Одан бөлек біз гастроэнтерологпен жұмыс жасаймыз. Гастроэнтерологпен қай кезде жұмыс жасаймыз? Пациенттер келеді, қазір енді біз тікшекті қараймыз ғой. Иә. Тікшекті қарағаннан кейін тікшектің, тоқ ішектің, жаңағы ішектің қабыну аурулары бар. Оны көбінесе енді гастроэнтерологтар емдейді. Соның емін өзімізбен жаңа гастроэнтерологты шақырамыз. Бізде ол мамандықта бар. Бірге консилиум жасап, сол науқасты емдеп шығарамыз. Сол тұрғыда бұл өте ыңғайлы да. Бір жерде тек проктолог отыруға да болмайды. Өйткені бұл облыс өзі сондай бірнеше мамандықты талап ететін облыс. Мгм. Немесе инфекциялық аурулар болуы мүмкін. Ол болуы мүмкін жаңағы остроконечный кандилома деп жатырмыз. Онымен келетін науқастар көп. Оның операциясын жасаймын. Ары қаратай ол аурудың шықпауына уже мен инфекционистпен немесе сол айтып отқан дерматологпен жұмыс жасаймыз. А, Түсіндіңіз? Біз тек сол шыққанды ала салып, сау болыңыз деп жіберуге болмайды. иә. Шыққаннан кейін ол пациент, чтобы маған қайта келмес үшін, Иә, оны иә. дальше мен инфекционист немесе дерматологпен бірге ақылдасып, дальнейший емін тағайындаймын. Вот. Сол тұрғыда ол науқас жазған шығар отзывты. Мгм. Мен Иә, иә. естігенмін. Сіздердің өздеріңіз алтын медикус сайтында үш тілде консультация беремін деп жазыпсыз. Иә, Өзіміздің ана тіліміз қазақ және орыс тілінде, ол сама собой. Үшінші ағылшын тілінде, қателеспесем, дұрыс па? иә, иә. енді осы пациенттің шет елден келген пациент деп тоже мен прием кезінде айтып қалдыңыз. Мгм. Ол демек бұл сіздің тәжірибеңіздің қандай қалай айтсам екен, профессионал ретінде көрсетіп тұр. Өз ісінің маман ретінде. Енді қараңызшы, шетелден келген пациент и біздің мынау қазіргі өзіміздің қазы кеңдердің келген пациенттердің салыстырмалы түрде қалай өздерін күтінеді. Мысалы шетелден келген пациент заранее көреді бағаларын. Ол жақта енді шетелде медицина страхование өте қымбат қой. Мгм. Көп жаңағы не еді, обходной лист өту керексің, жазылу керексің. Очередь Я күту керексің. перечень көп та. Мысалы сізге Иә, мен бір ақ рет келдім приемыңызға. Тексеріп иә. сосын уже нені дальше операцияны 3-4-5 күннен кейін согласовать етіп бастап кеттік. Енді Мгм. шетелден келген кісінің осы кісілердің яғни пациенттің сондай бір кейстері бар ма? Олар немен келді, қалай келді, және олардың мысалы олар ушықпай келді ма? Вот сол маған қызық болып тұр да, аурулар. Енді ушықпай келгенде шетелдіктермен біздің Қазекең деген
біздің қазақтармен салыстырғанда деп отырсыз ғой. иә, иә. Ол кісілерді менің ойымша енді олар ерте кезде келеді. Олар больше жауапкершілікті денсаулық үшін қатты ұстанады. Не мазаласа да бірден соның дәрігеріне келеді негізі шетелдік Мгм. адамдар. Иә. Вот. Одан бөлек шетелден енді көбінесе келетін бізде почему-то Дубайдан, Америкадан көп азаматтар келеді. Олардан енді сұрасақ, именно лазермен емделгісі келеді. Өздерінде біріншіден баға 10 есе қымбат болатын болса, Мгм. екіншіден очередь көп дейді. А, Очередь көп дейді да. Сол себепті келіп бізге емделеді. Бірақ кім келсе де мен кемінде 3 аптаға дейін қалдырамын пациент. Ол аха. басқа шетелден келсе де, басқа қаладан келсе де 3 апта. Неге? Өйткені мен жасаған операциядан кейін ол операция деген ол всегда 50% ем. Иә. 50% ол қалай біз перевязкасын жасаймыз, қалай біз жаңағыдай бақылаймыз рананы, иә, сол кіреді да. Сол себепті мен осы 3 аптадан кейін, 3 апта уақытысында тек рананы бақылап, перевязкасын жасап отырамын. Кейде бір пациент келді маған, Америкаға кетіп бара жатырмын, 2 аптадан кейін билет алып қойдым дейді. 2 Аха. аптадан кейін билет алдым, қазір жасап берсеңіз, мен 2 аптадан кейін ұшып кетемін. Мен жоқ дедім, операция жасамаймын, ренжімеңіз, сіз ұшып келіңіз. Иә. Ол кісі айтады, ұшып кеткеннен кейін ол қашан келетіні белгісіз дейді. Аха. Мен айттым, мені кешіріңіз, мен енді ондай жауапкершілікті алмаймын. Егер менімен келіссеңіз, маған строго 3 апта. 2 апта аз ғой оның өзінде. 2 апта аз болады, өйткені ол 15-ші суткіде может жаңағы тіккен жер шоқтар түседі. Одан кейін мен шоқтар түскеннен кейін тағы 1 апта бақылаймын. Ол қанап кетсе де ертең ешкім көмектеспейді да. Иә. Ол не только шетелде, ол біздің елде де ол қанап біреуге барса басқа қалада, олар оны мен жасаған жерді барып ұруға тігіп тастай ма, оны сене алмаймын да басқа адамдарға. Сол себепті ойлаңызшы, ол ұшып кетеді. Ол ұшқанда 21 сағат ұша ма Америкаға дейін. Иә. Сутка. Самолетте әртүрлі жағдай болып қалуы мүмкін. Сонымен ол кісі билетін ауыстырды соңында. Иә. Билетін ауыстырды, 1 ай қалды, 1 ай жасап операциясын, сосын ұшып кетті еліне. М, Вот. Сол үшін енді ол условиямыз тек Қазақстан тұрғындарына емес, ол бүкіл адамдарға қойылатын условия, қай жақтан келсе де 3 апта қарауымызда қалып, келіссе соны жасаймыз, келіспесе енді пока консервативный емін жазып береміз. қызық. Енді осы жаңағы бұл целом ауруға түспес үшін енді адам баласының ауырғанын тілемейсің ғой, қалай ұстасын, бірақ ауруға дейінгі жаңағы қалай айтсам екен, түспес үшін осы ауруға Не істеу не керек? істеу керек, иә. Иә, Профилактика. профилактика жөнінде. Енді мен профилактиканы былай айтатын болсам, көп айта беремін ғой. Енді 3 ережені айтайын сіздерге. Мгм. Лайфхак деп білсеңіздер де болады. Ең біріншісі, мысалы, қазір енді барлығында офисный жұмыстар. Иә, иә, барлығында 5-2, 9-16. Бәрі отырып жұмыс жасайды. Олсыз да болмайды. Мен отыруға болмайды десем, олар жұмысын тастай салмайды. Сол себепті мен пациенттерге де түсіндіретінім, бір орында негізі нормада 45 минуттан артық отыруға болмайды да. Ары қарай 1 сағатқа дейін болады. Сол 45-50 минуттан кейін 2-3 минут, 5 минут жүріп келу керек. Өйткені біз отырған кезде, мынау қан тамырды қысып да, сонымен приток қанның келуі жаңа тік ішекке жоғарылайды да, а ток жоқ. Неге десеңіз, біз отырмыз да. Ол қан қайда? Циркуляция бұзылды. Ол қан тік ішектегі узелдарға барады, түйіндерге барады, геморрой. Ол түйіндерде тұрады, біз сағатпен отырамыз, а ол жаймен түйінде жиналған қан, жаңа застой малого таза деп атаймыз. Түйінде жиналған қан әр уақытпен түйінді созады. Енді ойлаңыз, каждый раз күнде сіз солай отырасыз ұзағынан, әрине геморрой шығады. Сол себепті сол түйінде қан жиналмас үшін 1 сағат сайын жүру керек, 2-3 минут.
суға барыңыз, қазір бәрінде кулер бар, су алып келіңіз, дәретке барыңыз деген сияқты. Сол кезде циркуляция бұзылмайды. Түсіндіңіз ғой? Ол бірінші момент. Екінші момент, үлкен дәретте қалыпты да мұхиддин сізге түсіндіріп едім ғой, үш иә. минут. 3 минут енді үміттенемін мен, сіз ол 3 минут 5 минутты бұзбай тез шығасыз, телефонсыз кіріп жүрсіз деген үміттемін. 5 минут ары кетсе, Мен 5 минут максимум. кейін біздегі унитазда отыруымыз дұрыс емес. Кейбір айтады, 2 минутты мен үлкен дәретке шығамын да дальше отыра беремін, ол деген ештеңе емес шығар, главное үлкен дәретке шығып тұрған жоқпын дейді. Жоқ, главное күшеніп жатқан жоқпын. Күшенудің керегі жоқ. Унитаз отқаннан кейін бізде жаңағы айтып жатқан сфинктеріміз босаңсиды да, Мгм. қанның келіп күшейеді сол точкамызға жаңағы. Сол үшін телефон дегенді ол өзіңіз үшін, кәдімгі орыстар айтады, железобетонное правило деп. Железобетонное правило телефонды алып кірмеу керек. Иә, телефонды алмай көруге. Тастап Дұрыс. кіреміз, бұл телефонмен уже отырсаңыз кетіп қаласыз тиктокта, жаңағы рилста. Қалай? Вот 5 минут ары кетсе, егер енді мынандай правиласы бар, үлкен дәретте былай бүйтіп отыруға болмайды 90 градуста, сәл еңкейіп аяқтың астына табуретке қою керек. Неге? Өйткені бізде пубертальный мышцы деген бар үлкен Мгм. дәреттің үстінде. Біз былай отырғанда ол ашылмайды екен да. Біз жаңағы аяғымызды көтеріп кішкене еңкейген кезде барып ол мышца не істейді, ашылады, үлкен дәретке оңай шығады. Былайша айтқанда элементарно ғой, Иә, бірақ иә. сол адам үшін маңызы жоғары да. Ашылады, сол уақытта үлкен дәрет тез шығады да, адам шығып кетеді. Егер ұзақ уақыт шықпай тұрса, ничего, киініңіз, шығыңыз, кейін бірнеше уақыттан кейін қайтадан келсе, қайтадан кіресіз. Ол екінші момент. Аха. Енді соңғы момент, ауыр зат көтерілген кезде дұрыс көтеру. Қазір енді фитнес деген бәріміз айналысатын жер болды ғой, фитнеске бәрі барады, ол дұрыс. Активность керек, бірақ фанатизм болмау керек. Вот. То есть аяқ жасайтын болсақ та, мынау 80-100 кило, 120 кило отырып тұру, бұл геморройға, геморройдан бөлек крыжаңға, омыртқаңа үлкен салмағын тигізеді да. Одан кейін становый тяга дейміз, тұрып алып тартатын адамдар, оларға қатты геморрой жасайды. Жоқ, ол жасау керек, бірақ өзің салмағын бірнеше рет жасашы, өзің салмағын, Мгм. сол да жетеді. М. Ал жаңағы мынау бицепс дейді, арқа дейді, оның бәрін качать етіп беруге болады. Ол керек даже, ол деген ас керек, бірақ жаңағыдай қатты күшенуге болмайды да. Ал ауыр зат болғаннан кейін қаласаң да қаламасаң да күшенуге тура келеді. Сол себепті осы 3 правила ғой, былайша айтқанда профилактикасы геморрой. Иә. Осы үш ережені сақтаса адам Иә, 3 ережені сақтап жүрсеңіз, ол ауырмайды. геморройдың алдын алуға болады. Иә. Ол деген қазір генетический заболевание емес, ол менің ата тегімде геморрой болды, менде де болады, ой деп жүруге болмайды. Иә. Немесе ешкімде болмаған, менде де болмайды деп ешкім айта алмайды. Адам өзі кінәлі геморройдың болуына. Ол. Иә, енді бәрі соткамен отырады ғой. Бәрі телефонмен 24/7. Отырады. Иә. Енді соңғы сұрақ, мінекей. Иә. Осы денсаулық пен ұяттың арасындағы жалпы қалай баланс табуға болады? Яғни мен мысалы өзімнің кейсіме келетін болсам, мен өзім денсаулығым бірінші орынға қойдым. Ұятты ысырып. Бірақ басында ыңғайсыздандым. Но уже ушығып кеткеннен кейін бар. Почти, ну, қалай айтсам екен, сәл бір ушығудың бір моментіне келіп қалған кезде келдім ғой енді сізге. Иә. Соның арасындағы бір баланс, яғни бір кішігірім қандай совет айта аласыз? Если осындай бір Мен ауырсыну басталған кезде, немесе қан шыққан кезде, немесе бір үрей пайда болып қорқып кеткен кезде бірден не істеу керек? Көріну керек па? Немесе жаңағы ақылдасу керек па? Сол жағын. ең қателігі адамдардың да мән бермеу, осындай ағзадан келетін сигналға мән бермеу. Одан қала берсе, қазіргі біздің менталитет қандай? Барады да аптекаға барып, аптекада сататын кісіден сұрайды, менде осындай болып жатыр, не істесем болады дейді. Мгм. Бұл дәрігер емес ол кісілер. Ол кісі товарын сатады. Мынау болмаса мынау дейді.
сөйтіп ол әлбетте пациенттер жақсы болып қалады с вечердан кейін. бір апта А, екі апта. Оны ұзартып алады, түсінесіз ба? Сол диагнозын ұзақ жүруіне себеп болуы мүмкін, өзімен өзі емдейді, немесе өзімен өзі қайтады дейді. Оның екінші себебі ұят. Ұят біздің денсаулықтан жоғары тұр да. Негізі керісінше болу керек. Біздің денсаулықты ұяттан жоғары қою керек. Себебі ұят уақытша нәрсе, иә, біздің денсаулығымыз ол мәңгі, мәңгі, өзіміз. иә. Сол. Ой, рахмет, Нұреке. Жалпы қызық, қызықты Сізге подкаст рахмет. болды деп ойлаймын. Я, біздің көрермендерге, Сұрақтарыңыз иә. өте орынды, мұхит. Сіз кәдімгідей мені біраз оқып, не істеп дайындалыпсыз сұрақтардың өзін. Мен туралы біраз затты айтып отырсыз. Иә, Рахмет. өзім басымнан өткен сұрақтарым, енді өзім басымнан өткергеннен кейін Иә, осы қызық болып тұр ғой, сіз тағы. түсінесіз ғой бұның бәрін. Иә, бұл өзім түсініп тұрмын, сосын чтобы біздің Бір жалпы қалай айтсам екен, алдын ала алудың кішігірім лайфхак ретінде көмек болса да деген ниеттеміз осы подкаст. иә, құрметті дұрыс. көрермен, сіздерге рахмет. Осы подкаст сіздерге ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, тіркеліп, ауырайын деп жатқан немесе аурудың алдын ала алып жатқан кісілерге жіберіп қойыңыздар. Сізбен бірге болған модерн толқын. Сау саламат болыңыздар.